Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді ливер деген пирожки пісіретін боламыз. Өте дәмді шығады. Алдымен өкпемізді жартылай пісіріп аламыз. Одан кейін мясорубкамыздан өткізіп аламыз. Және бауырымызды да мясорубкадан өткізіп аламыз. Пиязымыз ұсақтап турап қуырамыз. Қызарып қуырылғаннан кейін өкпемізді бірінші қуырып аламыз. Өкпеміз піскеннен кейін бауырымызды салып, тағы да 5-10 минуттай қуырамыз. Осымен начинкамыз дайын. Картошкамызды пісіріп, үстіне езіп салатын боламыз. Өз мөлшерлеріңізде тұзды саласыздар, тұз бұрыш салуға болады. Картошкамыз піскеннен кейін осылай езгілеп салып аламыз. Осындай қою начинка шығады. Қамырына кірісетін боламыз. Алдымен жылы сүтімізді құямыз. 3 кішкентай қасықпен қант салдым. Және 1,5 қасық тұз салдым. Дрожь саламыз. Барлығын араластырып аламыз. Сұйық майымызды құйып, жұмыртқа саламыз. Жұмыртқа салсаңыздар өте жұмсақ болып шығады және дәмді болады. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мен 30 минутқа 40 градусқа печкаға салып аламын. Сол кезде 30 минутта ашып шығады. Осылай 2 есе болып ашыды. Барлығын осылай домалатып аламын. Сол кезде қолмен жайып жасай беремін. Осындай домалатып алсаңыздар, барлық пирожкиларыңыз әдемі болып шығады. Осылай 10 минутқа қоя тұрам. Осылай бетін баса салып, оқтаудың да қажеті жоқ. Начинкамызды салып. Рецепт ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий және подписка жасап кетіңіздер. Мен өте қатты қуанатын боламын. Және де күнделікті жаңа рецепттер салып отырамын. Осылай біріктірсеңіздер де болады. Болмаса өріп біріктірсеңіздер ашылмайды. Маған осылай істеген ұнайды, ашылмайды, жақсы шығады. Осылай үстінен басып жібереміз да. Басқа пирожкилеріміз істеп жатқанға дейін бетін жауып қоямыз. Сол кезде 2 есе болып көтеріледі. Осындай өте дәмді пирожкиларымыз дайын. Сіздермен болған Гүлнана ас болсын.